Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 4-ші сабағымызды өтеміз, оның тақырыбы логикалық іріктеу. Бұнда нақты бір формула жоқ, сондықтан қазір мен сіздерге мысалдан бастап түсіндірем. Толықтай жақсылап, асықпай қарап шығыңыздар видеоны, иә? Так, енді кеттік, бірінші есептен бастайық. Бірінші мысал, қорапта 10 көк, 7 қызыл және 5 жасыл шар бар. Қораптың ішіне қарамастан бір жасыл шар шығарғанына нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде қанша шар алу қажет болатынын көрсетіңіз дейді. Енді біз елестетейік. Бізде қорап болсын. Бір үлкен қорап бар. Андай қорап бар. Оның ішіне мен сіздерге сурет салайын. 10 көк болсын, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук бар көктен. Келесі, так, 7 қызыл дейді, 7 қызыл салайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одан кейін 5 жасыл дейді. Жасылдың 5-еуін салайық. 1, 2, 3, 4, 5 жасыл шар жатыр дейді, иә? Біздің қорабымыз. Енді қораптан қарамастан бір жасыл шар, көрдіңіздер ме, сіздерге сұрақ қойып тұр. Бір жасыл шар шығарғанына нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде қанша шар алу қажет болатынын көрсетіңіз дейді. Енді бізге акцент қай түсіп тұр? Қай түске? Жасыл түске түсіп тұр. Сондықтан маған қай түстер керек емес? Маған керек емес қандай? 10 көк түс керек емес. Яғни мен қолымды қазір саламда, мына жерге қолымды саламда, мына көктің барлығын алып кетемін деген. Бұл логикалық іріктеу, сондықтан қатты ойланбаңыздар. Енді әрине қолыңызды қорапқа салсаңыз қандай түс шығатын белгісіз, өте ықтималдығы аз. Қазір 10 рет қолыңды салған кезде қолына 10 көк түсетіне сенің ықтималдығы өте аз. Сондықтан бірақ мен ойлаймын солай. Менің қолыма жасыл шар керек, сондықтан жасыл шардан бөлек басқа түстерді мен қораптан бірінші алып тастаймын. Қай түстерді алып тастаймын? Бірінші 10 көкті алып тастаймын. 10 көк шығып кетті. Так, одан кейін не керек емес маған? Қызыл керек емес қой. 7 қызылды алып тастаймын. Енді маған не керек? Қорапта қараңдаршы, көк кетіп қалды, көк жоқ уже. Қызыл жоқ. Алып тастадым, барлығы далаға шығып кетті уже. Тек қана 5 жасыл түс бар. Ал маған неше жасыл түс керек? Бір ғана жасыл түс керек. Көрдіңіздер ме? Осын барлығын қосасыздар. Сонда 10 қосып 7, 17, бірді қоссақ 18. Яғни сен қораптан қарамастан 18 шар алғаннан кейін сенің қолында бір жасыл шар пайда болады деген сөз. Сонда жауабы бізде Е нұсқасында тұр. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қазір түсінбесеңіздер, келесі есеп шығарып көрейік. Екінші мысал. Қорапта 12 сары, 15 қара және 20 ақ шар жатыр дейді. Ал көрейік ал. Біздің қорабымыз болсын, мынау үлкен қорабымыз. Так, оның ішінде 12 сары жатыр дейді. 12 сары. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 толтырып тастадым. Сарыға енді 15 қара дейді. Қараны толтырып тастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мынау сіздер ұбытуда бұлай сызып отырмайсыздар. Мен сіздерге түсінікті болу үшін ғана салып жатырмын. Так, ақ дейді. Ақты қалай салсақ болады екен? Ақты салып шығайық мына жерден. Ақты салмаймыз о біз, себебі неміз тақтамыздың өзі ақ болып тұр. Оның орнына көкті пайдалансайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ақ шар жатыр дейді. Мен орнына пока мына жерге көк шарды пайдаланып жатырмын. Көк деп жазып қояйық, чтобы сіздерге түсінікті болсын. Енді маған не деп жатыр? Қораптың ішіне қарамастан бір сары шар алып шығу керекпін. Бір сары. Миссиям менің бір сары шарды алып шығу. Нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде қанша шар алу қажет болатынын көрсетіңіз. Так, маған сары шар керек болғандықтан, маған не керек емес? Қара керек емес. Қараның барлығын аламда қораптың сыртына шығарып алам. Так, менде қанша қара бар? 15 қара бар екен. Так, 15-ті шығарып алып алдым. Так, қосамын. 12 сары шар. Так, 12 сары керек емес. 20 ақ шарды шығарып алам. Менде қазір көк болып тұр ғой мынау.
20-ның барлығын шығарып аламын. Себебі ол маған керек емес. Маған не керек? Бір, мына қараңыздар, қораптан ақ шар да кетіп қалды. Тек қана не қалды? Сары шардың біреу 12 штук қалды. Соны тек қана не істеймін? Қолымды смело салсам да, бәрібір қолыма сары шар түседі. Нешеуі? Маған біреуі керек екен. Сонда 15-20 қосақ 35, 35-ке 1-ді қосақ 36 шарды ең кем дегенде 36 шар алған кезде менің қолымда сары шар пайда болады екен. Жауап не Д нұсқасында екен. Сонда сіздер бірінші өздеріңізді керек емес түстеріңізді алып аласыздар. Сонан керек түсті аласыздар. Неше керек соны жазасыздар. Үшінші мысал, мен уже не жазбақ қойын сіздерге. Так, жәшікте жалпы 58 кәмпит бар. Олардың 14-і қызыл, 23-і көк, 8-і сары, ал қалғандары жасыл кәмпиттер. Так, былай істейік. 14-і қызыл дейді. Бет салып қойық. Кәмпиттің қорабы болсын. 14 штук былай жатыр. Так, жарайды. 23-і көк дейді. 23 көк кәмпит болсын. Былай салып қойық оны. 23 кәмпит көк. Одан кейін 8-і сары дейді. 8-і сары. 8 штук және де ал қалғандары жасыл дейді. Так, жасыл енді айтылмаған. Бірақ қалғандары дейді. Мына түстердің бәрін алып тастағаннан кейін жасыл саны шығады ғой. Енді белгісі болып тұр қазір пока. Бірақ барлығы қанша кәмпит болып тұр? 58 кәмпит болып тұр. 58. Барлығы 58. Мына төртеуін бір-біріне қосқан кезде 58 кәмпит шығады екен. Енді не істейміз? Маған жасыл түс керек қой. Сондықтан жасыл түсті бірінші есептеп алып тауып алайық. Так, менен 58 кәмпиттен 14 қызылды алып тастаймын, 23 көкті алып тастаймын, 8 сарыны алып тастаймын. Сонда менде қалғаны не болып шығады? Жасыл болып шығады ғой. Соны тауып аламын. Так, 58-ден 14 азайтсақ 44, 44-тен 23 азайтсақ 21 болады. 21-ден 8 азайтатын болсақ қанша болады? 13 болады, 13. Яғни 13 штук жасыл шар бар екен бізде. Так, барлығын қосқан кезде сонда 58 шығып тұр, Әрмен қарай кеттік. Жәшіктен міндетті түрде қызыл кәмпит шығу үшін жәшіктің ішіне қарамай ең кем дегенде неше кәмпит алу керек. Маған қызыл кәмпит керек, сондықтан керек еместер бірінші алып аламын. Керек емес 23 көкті аламын. Оған 8 сарыны қосам, оған 13 жасылды қосам, және де қанша кәмпит керек? Бір қызыл, міндетті түрде қызыл кәмпит шығу үшін бір қызыл кәмпитті аламын деген сөз. Барлығын қоссақ, 23-ке 13-ті қосып алған ыңғайлы бізге бірінші 36 болады. 36-ға 1-ді қосқан ыңғайлы болады. 36-ға 1-ді қоссақ 37 болады. 37-ге 8 қоссақ 45 болады. Сонда бізге ең кем дегенде неше кәмпит алу керек екен? 45 кәмпит алу керек екен. Жауап міне В нұсқасында тұр екен. Әрмен қарай кеттік. Төртінші мысал. Жәшікте 16 шар жатыр. Олардың 8-і қызыл, 5-еуі сары, 2-еуі жасыл және 1-еуі көк. Жәшіктен қарамай кем дегенде 3 бірдей түсті шар шығарғаны нақты сенімді болу үшін ең аз алынатын шардың санын анықтаңыз. Осы есептен көп оқушылар шатасады. Сондықтан қазір сен мұқият тыңдап ал, 16 шар жатыр. 8-і қызыл. Так, бізде 8 қызыл бар. 8 қызыл бар. Одан кейін 5 сары бар. Сызып жатыр, мынаны сызбасаңыздар да болады енді ұбт-да. 5 сары бар, 2 жасыл бар. 2 жасыл бар. Одан кейін 1 көк бар екен. 1 көк бар. Жәшіктен қарамай кем дегенде 3 бірдей түсті. Қай түс екенін айтып жатқан жоқ бізге. Бірақ 3 бірдей түс шығу керек. Енді ойланып көріңдерші. Мына көктің өзі біреу-ақ. Содан 3 бірдей көкті ала аламыз ба? Жоқ, себебі біздің қораптың жәшігімізде онсыз да бір ғана көк. Ода біз қалай 3-ін шығарамыз? Сондықтан бұны біз бірінші алып тастаймыз. Алып тастағанда мен астына қосып отырмын. Біріншісін жазамын. Енді сұрақ сіздерге. 2 деген жасыл ғой. Жасыл 2 штуктан біз 3 штук ала аламыз ба? Қалай аламыз, егер біздің жәшікте тек қана 2-ақ болса? Оны қалай біз 3-ін ала аламыз? Себебі біз 3 бірдей деп тұр ғой. Сондықтан бұған 2 жасылды қосып қоямын. Енді 5 сары бар ғой.
бес сарының ішінен үш бірдей сарыны алып шыға аламын ғой? Ала аламын, себебі бесеу бізде. Сондықтан бұған біздер астына бір қызық кететін екі деп жазып қоямыз. Неге? Қазір мен мына қызылдан да екі бірдей қызыл ала аламын. Енді қараңдаршы, қораптан мына жасыл кетіп қалды, жоқ. Қораптан көк кетіп қалды. Қорапта тек қана 5 сары, 8 қызыл қалды. Оның мен екеуін алып тастаймын. Екеуін алып тастадым. Себебі мынадан 3 шығару керекпін, мынадан 3 шығару керекпін ғой. Енді мұқият болыңыздар, осы жерде көбісі түсінбей қалады. Так, мен аламын да қораптан есе қалдым, мына екеуін алдым. Мына екеуін алдым. Бұл қызыл болуы мүмкін, мынау сары болып шығуы мүмкін. Енді қорапта қаншасы қалды мене? Мен қорабын салайын мына жерге. Қорапта мына жақтан 6 қызыл қалып қойды да, мына жақтан 3 сары қалып қойды. Потому что мен екеуінен де екі-екіден алып тастадым. Енді қораптың ішіне ойланбастан қолымды салсам, бәрібір қолыма я қызыл түседі, я сары түседі. По-любому түседі ол. Сондықтан мен нешеу алып шығу керекпін? Мен бір ғана қолымды салып, бір-ақ рет любой түсті алып шықсам, ол я қызыл болып шығуы мүмкін. Мына қызыл болып шықса ол, мына екі қызылмен ол 3 бірдей қызыл түсті болып шығады. Жоқ, ол қызыл түсті болмай, қолыма сары түсті болып шықса, ол мына сарымен қосылып, 2 сарымен 3 бірдей сары болып шығалады. Көрдіңіздер ме не істегенімізді? Сонда барлығын қоссақ не болады? Мына 1 мен 1-ді қосып алған ыңғайлы бізге 2 болады. 2-2-ні қосақ 4, 4-2-ні қосақ 6, 6-2-ні қосақ 8 бірдей түсті ең аз алынатын шардың саны шығады. Енді сіздерге оңай болу үшін былай түсіндірсек те болады. Егерде сіздерден мына жерде сұраса 3 бірдей десе, онда каждыйынан 2-2-ден алып шығасыздар. Егерде саны көп болатын болса, мысалы біз қызылдан 2 алып шықтық, сарыдан 2 алып шықтық, бірақ мыналарды алмақ, себебі бұларда онсыз да 3-ке жетпейді саны. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, мына жерде келесі есептерде болуы мүмкін, мысалы 4 бірдей деп алып шықса, значит, әрқайсынан нешеуден жазып шығасыздар, астарына мынадан 3 аламын, мынадан 3 аламын, мынадан 3 деп аламын деп жазып шығасыздар. Түсіндіңіздер ме? Яғни сұраған саннан бір сан кемітіп жазасыздар. Соңында барып біреуін тек қоса салсаңыздар жеткілікті. Қазір түсінбесеңіздер 5-ші мысалды көрейік. Ал кеттік, бізде 5-ші мысал, қазір қараңыздар. Ол 4-ші мысалға өте ұқсайды. Жәшікте 20 шар жатыр, олардың 3-і қызыл, 4-і сары дейді. 4-і сары. Одан кейін 7-і жасыл дейді. 7-і жасыл. 6-і көк дейді. 6-і көк. Жәшіктен қарамай, кем дегенде 5 бірдей түсті шар шығару керек дейді. Шығарғанда нақты сенімді болу үшін ең аз алынатын шардың санын анықтаңыз дейді. Мен жаңа айтып кеттім, егерде бізде 5 десе, не істеймін? Бір санды төмендетіп жазамын. 5 десе, мен значит әрқайсынан 4 шардан бірінші ашып шығамын. Так, қызылдан 4 бірдей түсті шар шыға алады ма? Жоқ, себебі бұларда онсыз да 3-ақ, оны қайтып сен 4-е боласың, 3-е болса егерде, иә? Значит, бұның барлығын бірінші алып кете салам. Болды, алып кеттім, қосам. Так, мынадан 4-е шығара алам ба? То есть 5 бірдей түсті шар шығара алам ба? Жоқ, бұдан да сарыдан шығара алмаймын. Өкінішке орай 4-ақ қана сары бізде, иә? Оны да алып тастадым. Енді сұрақ. Жасылдан, мыналарды сызбасайық былай. Сызбасаған сіздерге де ыңғайлы. 5 бірдей жасыл түсті шар шығара аламын ба? Әрине шығара аламын. Так, значит, бұған мен 5 бірдей түс шығара алатын болғандықтан, оның астына бір сан кемітіп 4 деп жазамын. Себебі маған 5-еу керек та, мен бірақ 4-еу деп жазамын. Мынаған 6 көктен 5 бірдей көк шар шығара аламын ба? Шығара аламын. Яғни бұған да 5-тен бір сан кемітіп 4 деп жазамын. Сонда не болды? Мынаған 4 жазамын. Мынаған 4 жазамын. Мына көктер не қалды? Жасылдан бізде нешеу қалды? Жасылдан 4-еуін алып тастадық, 3-еу алып қойды. Иә? 3-еу алып қойды. 6-дан 4-еу алып тастадық, 2-еу алып қойды. Енді менің шарымда, неде жәшігімде 2 жасыл, 2 көк жатыр. Ойланбастан прям қолымды саламда любой бір түсті алып шықсам, я ол жасыл болып шығады, я ол қызыл болып шығады. Осы значит, нешеуін алып шығамын? Біреуін алып шығу керекпін мен.
Ол егерде мынау жасыл, мынау көк. Егер ол жасыл болса, мына жасылмен қосылып 5 бірдей жасыл болып кетуі мүмкін. Мына егерде ол жасыл болмай қолына көк түсетін болса, ол мына 4-пен бірігіп 5 бірдей көк түсті шар болып кете алады. Логикасын түсіндіңіздер ме? Тең болады. Істейміз, қосамыз барлығын. 3-ке 4-ті қосам 7, 7-ге 4-ті қосам 11, 11-ге 4-ті қосам 15, 15-ге 1-ті қосам 16. Сонда жауабы В нұсқасында тұр екен. Әрмен қарай еттік. 6-шы мысал. Қорапта 6 жасыл. Так, мен уже бұлай жазбақ қойын. Қолымда көк басты деп ойлаймын да, бүйтіп жазам. 6 жасыл. Так, 8 көк. 11 қызыл. Енді логикасы түсініп келе жатырсыздар ғой, 11 қызыл. Компьютер жатыр. Қораптан қарамай алғанда кем дегенде бір көк, бір қызыл компьютер шығару керексіздер. Стоп, сіздер нақты сенімді болу үшін неше, ең аз дегенде неше компьютер алу керексіздер. Енді қараңыздар, бізге миссиямыз не деп тұр? Бір көк, бір қызыл. Маған қай түс керек емес? Менде маған әрине жасыл түс керек емес маған. Жасыл түс керек емес, жасыл керек, қосып алдым, қосамын, жасылды сызып тастаймын. Оны шығарып тастадым мен қораптан. Енді қораптың ішінде 8 көк жатыр, 11 қызыл жатыр. Мен бірінші қайсысын аламын деген сұрақ, иә? Көк және де қызыл шығарып тұр. Мен үлкенінен бастаймын. Себебі 8 кіші болады 11-ден, иә? Сондықтан 11-ден бастаймын. Барлық 11 қызыл түсті шарды алып шығамын қораптан. Қорапта не қалды? Қорапта 8 көк қалып қойды. Қорабымызда 8 көк қалып қойды. Мен ойланбастан неше көк керек маған? Бір көк керек қой, бір көкті алып шығамын. Тең болады. Сонда қоса қоямын 18 екен. 18 шар алу керек. Е нұсқасы болады. Енді сұрақ мұндай мүмкін. Ағай, біздің миссиямыз бір көк, бір қызыл алып шығу керек болды ғой. А неге біз қызылды 11 штугын алып шықтық деген сұрақ болуы мүмкін, иә? Енді ол үлкенінен бастайсыз. Себебі анау көп шардың қолға түсу ықтималдығы да көп та сізде. Солай ойласаңыздар да. Қолға түсу ықтималдығы көп қой. Қораптың ішінде көп 11 қызыл жатса, сен 8 қызыл көктің орнына, мысалы, 3-ü артық одан. Қолын салған кезде қызылдың түсу ықтималдығы өте жоғары. Себебі олар көп. Түсіндіңіздер ме? Енді неге біз бір қызылды алып шықпадық деген сұраққа жауап бердік деп ойлаймын. Бізде онсыз да 11 қызыл бар. Неужели ішінде бір қызылды просто ала тұрмаймыз? Просто алдық болды. Міне қараңдар. Біздің миссиямыз орындалды. Бір көк бар ма қолымызда? Бар. Дон. 11 қызылдың ішінде бір қызыл бар ма? Бар. Болды. Біз алып шықтық. Дон. Болды. Түсіндіңіздер ме? Логикасын кеттік. Әрмен қарай. 7-ші мысал. Қорапта 15 жасыл. Бет жазып қояйық. Сіздер былай жазыңдар. Жасыл дейсіздер де Ж деп қойсаңыздар болады. Ждан басқа түс жоқ шығар. 15 көк 11 қызыл 9 компьютер жатыр. Қораптан қарамай алғанда кем дегенде бір жасыл және бір қызыл компьютер шығарғаны нақты сенімді болу үшін қораптан ең аз неше компьютер алу керек дейді. Бір жасыл, бір қызыл, бір жасыл, бір қызыл, яғни маған не керек емес? Көк керек емес. Значит, мен 11-ті жазып қоямын. 11 қосылған. Так, қайсы үлкен? 15 үлкен бе, 9 үлкен бе? Әрине 15 үлкен. 15-тің барлығын шығарып аламын жасылдың. Қызылдан қораптан нешеуін аламын? Қызылды ма? Бір ғана штугы керек. Сондықтан біреуді аламын. Сонда 11-ге 15 қосам 26, 21 6-ға 1-ді қосам 27. Сонда біздің нұсқамыз В нұсқасында тұр екен, Тағы да түсіндіріп кетейін. Менің қолымда бір қызыл, бір жасыл керек. Мен 15 жасылдың барлығын алып тастадым. Мен қолымда 15 жасыл бар да, енді маған қолыма миссия орындау үшін бір жасылдың 15 жасылдың ішінде бір жасыл неужели шықпайды? Шығады ғой. Ол миссия орындалды. Артығы мен алып қойдым тіпті даже. Тек қана миссияны орындау үшін екінші не керек? Маған бір қызыл компьютер керек болды. Орындалды. Кеттік әрмен. 8-ші мысал. Қорапта 13 сары, 15 қара, 18 ақ компьютер жатыр. Сары 13, қара 15, және ақ бізде 18. Қораптан қарамай алғанда кем дегенде бір сары, бір қара компьютер шығу үшін
шығарған нақты сенімді болу үшін қораптан ең аз неше кәмпит алу керек? Маған ақ керек емес. Сонда 18-ді жазып қоямын. 18 қосылған. Так, қайсы үлкен? 13 үлкен бе, 15 үлкен бе? Әрине 15 үлкен. 15-тің барлығын шығарамын. Сарыдан біреу шығара қоямын. Миссия орындалды. Мынадан бір қызыл, бір сары шығарылды. Так, 16, 18 болсақ 34 болады. Жауап міне Д нұсқасында. Өте түсініп алсаңдар, өте оңай шығатын есептер. Келесі 9-шы мысал. Қорапта 13 жасыл, 17 көк, 19 қызыл шарлар жарықтар. Қораптан қарамай алғанда міндетті түрде әртүрлі 3 шар шығарғанда нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде неше шар алу керек дейді. Қолымда менде 3 шар жату керек. Жасыл, көк, қызыл. Осылай үшеуі әртүрлі түс жату керек қолымда. Енді қараңыздар, менде үлкеннен бастаймын 19 шарым бар менде. Барлығын алып шықтым қызылдың. Әрмен қарай қолымда біреуіншісі орындалды, бірінші түс шығарды. Екінші түс шығару керекпін. Екінші түс не болады? Бізде 17 көк шықты. Неше болды? 36 болды. Соңында нешеуін алып шығам? Жасылдан біреуін ғана алып шықсам жеткілікті. Үшінші түс шықты, міне көрдіңіздер? 3 әртүрлі түс шықты ғой, міне. Біріншісі қызыл болды, екіншісі көк болды, үшіншісі жасыл болды. Жасылдан тек қана біреуін алып шығамын. Сонда қоссақ, бұда бізден 37 шығады екен жауап. Сонда бізде С нұсқасында. Бізде 10-шы мысал, соңғы мысал. Қорапта 13 жасыл, 17 көк, 19 қызыл шарлар жатыр. Қораптан қарамай алғанда міндетті түрде әртүрлі 2 шар шығарғанда нақты сенімді болу үшін қораптан кем дегенде неше шар шығару алу керек дейді. Қараңыздар. Тағы да үлкеннен бастаймын. 19 бізде ең үлкен, қызыл шықты ғой. Бізге неше әртүрлі шар керек? 2 әртүрлі шар керек. Біреуі жасыл көк болуы мүмкін, жасыл қызыл болуы, жасыл қызыл болуы мүмкін, көк жасыл болуы мүмкін. Без разницы, әйтеуір 2 әртүрлі түс шығару. Так, мен қызылды шығардым. Енді қолыма не қалып қойды? Қорапта менде 13 көк қалып қойды, 17 жасыл қалып қойды. Осы екеуін біреуін алу керекпін. Екеуін біреуін алсам, менде 2 бірдей түс шығады. Сонда біреуін алып шықтым. Ол көк болады. Көк болса, ана қызыл мен көк. Қызыл плюс көк. Екеуі 2 түрлі ғой. 2 түрлі әртүрлі 2 шар алдым. Жоқ, ол егерде жасыл болып шықса, ол мынау қызыл жасыл болады да, тоже әртүрлі 2 шар шығып тұр менде. Орындалып тұр миссия. Значит, бізде не болады? 20 болады. Жауап бізде Е нұсқасында екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын міндетті түрде орындаңыздар. Сау болыңыздар.